қаншама уақыт өтсе де, заман өзгерсе де, өзі өзгермей биік парасатынан істеген бір адам бар, ол Рысбек аға Сәрсенбайұлы. Мен үшін маған ұнайтын ең жақсы қасиеті сөзі мен ісінің арасында алшақтық жоқ. Қаншама бас қосып кездескенде мен ол кісінің сөзінен, әрекетінен елге шын жаны ашитындығы, журналистикаға өзінің принциптеріне адал екенін байқап жүрмін. Осы шындықты сүйетіні, әділетті сүйетіні ол көп жастарға үлгі болар деп береді. Біз жастайымыздан жас алашты оқып өстік. Кейін журналистикаға келгенімізде Рысбек ағаның оқырманның деңгейін көтеріңдер деп жауапкершілігі арқалай сөйлеген тәрбиесін естідік. Рысбек Сәрсенбайұлы парламентке келсе, шынайылық әкеліп, саяси салмағын арттыра түсетін тұлға. Рысбек Сәрсенбайұлы Тарлан клубының жастарымен жүйелі түрде кездесіп отырады. Сондай кездесулерде ағамыз өзінің саяси, әлеуметтік мәселелер бойынша жастармен ой бөлісіп, оларға бағыт-бағдар беріп, оларды жігерлендіріп отырады. Рысбек Сәрсенбайұлы алдағы сайлауда жеңіске жететін болса, ел игілігіне қызмет ететініне біз сенімдіміз. Қолына қаламын қару етіп алған әрбір журналист өмір майданында шындық үшін күреседі. Рысбек Сәрсенбайұлы сондай күрескер тұлғалардың бірі деп білем. Бүгін шындықтың ертең басқаның күйін күйттеп жүру журналистке жат дүние. Ағаның әрбір сөзінен, жазған мақаласынан осы қағиданы берік ұстанатыны аңғарылады. Жастар ағаны ортаға алып, алтын көмбе тапқандай ұйып тыңдайды. Ол кісі өте парасатты, білімді кісі. Не істесеңдер де халықтың ой өрісін өсіретін дүние жасаңдар деп, жастардың жігерін қайрап жүреді. 5-6 жыл бұрын оқырмандар клубының отырыстарына келіп, жастарға танымдық кітаптар мен журналдар үлестіріп, айтқан өнегелі әңгімелері әлі есімізде. Уақыты тығыз болса да, жастардың жобасын үнемі қолдап, демеп жүреді. Біздің білім саласындағы жобамыздың тұсаукесеріне келіп, арқамыздан қағып, батасын берген. Жастарды үнемі қолдап жүретін Рысбек ағаны жастар да қолдайды дегенге сенемін.